мәрте ажырасып, ел алдында қызу талқыға қалған актер Дәурен Айдарқұлов бұрынғы әйелдерінің қайтадан тұрмысқа шығуына қатысты пікір білдірді. Өнер иесі бірінші жарының отау құруына қарсылығы жоқ екенін алға тартса, Ақбота Сейітмағамбетті әзірге ешкімге қимайтынын жасырмады. Дәурен Айдарқұлов екінші жарын әлі де қимай жүргенге ұқсайды. Көпбалалы актер Ақбота Сейітмағамбеттің қайтадан тұрмыс құрғанына дайын емес екенін жеткізді. Ол екінші әйеліне деген сезімі басылмағандықтан, оны басқа адаммен елестету өзіне қиын екенін мойындады. Олардың тұрмысқа шығып, бақытты болуларына қарсы емеспін, бірақ Ақботаға деген сезімім әлі суыған жоқ. Сол себепті мен сондай жаңалық естіп жатсам біртүрлі жағдайда боламын. Қайтадан көп ойлана бастайтыным анық. Бірақ енді бұл өмір. Болған кезде көре жатармыз. Мен Ботаның басқамен бірге болатынына қынжыламын. Балаларымның өгей әкемен өсуіне қарсы емеспін. Менің екі келіншегім де ақылды жандар. Олар маған қарағанда адам таңдай алады. Келесі жолы да олар жақсы әрі білімді адамды таңдайтынына күмәнім жоқ. Олар қателеспейді. Оған сенімдімін, деді Дәурен Айдарқұлов.